Ақбаян ауруханаға түсіп, комада жатқан. Атырауда жоғалған отбасы жайлы жаңа дерек шықты. Атырау облысында із-түзсіз жоғалып кеткен отбасыға қатысты жаңа деректер жарияланды. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Елді алаңдатқан оқиға жайлы арнайы зерттеу жүргізген Руслан Өтепбай марқұм Мақсұт Қарабалиннің інісі Шалқар Мұханғалиевпен сұхбаттасты. 2025 жылдың қысқы уақытында наурыз көбінесе Атырауда болды. Қарындасы Ақбаянға қарайласып жүрді. Ақбаян жүктілік кезінде қолқасына салқын тиіп, ауруханаға түсіп қалған. Содан кейін комада, реанимацияда жатып, денсаулығына ауыр болып, әлсіреп, ақыл есінен жоғалатындай жағдайға жетіп қалды. Соны қарайласып, жұмысқа да шықпай, Ақбаянға қарайласып жүрді. Күйеуі Сұлтан жұмыс істейтін, деді Шалқар Мұханғалиев. Қадірлі көрермендер, бұл оқиғада айтылған әрбір дерек адамның жүрегіне ауыр тиеді. Әсіресе Ақбаянның денсаулығына байланысты жағдайы тіпті алаңдатарлық. Жүктілік кезінде сырқаттанып, комаға түсу кез келген отбасы үшін үлкен сынақ. Бұндай кезде туған туыстың жанынан табылып, қолдау көрсетуі қалыпты әрі адамгершілікке тән іс. Шалқар Мұханғалиевтің сөзінен де сол жанашырлық байқалады. Бұл жерде әр отбасының өз ішінде қандай қиындық көргенін түсінуге тырысу керек. Қарапайым халық үшін ең маңыздысы асығыс қорытынды жасамау. Әр тараптың өзінің шындығы, өзінің уәжі бар. Қазір түрлі пікір айтылып жатыр, бірақ нақты шешімді тек тергеу нәтижесі көрсетеді. Адам тағдырына қатысты мәселе болғандықтан бізге сабыр мен байыптылық қажет. Қандай жағдай болса да әділдік орнап, шындық ашылады деген үміт бар. Ең бастысы бір-бірімізге құрметпен қарап, артық сөзге бармайық.